осылай туасын. Мен мында етін дайындап қойғанмын. Соус қойып. Салдық. Бізді қара бұрышты салып, мен кішкене қосылған үшін сосын біз қара бұрыш пока салмай тұрамыз. Дәміне қарай салсаңыздар болады. Осылай қойылады. Кішкене қойылғаннан кейін астын басамыз қазір. Енді астын басып қоямыз. Менде бұқтырып болды. Мен енді үйге барып сәбізді сала саламын. Кішкене ғана. Сосын тәтті бұрыш, перец саламыз. Чеснок. Үйде не бар, сонымен істелетін нәрсе. Соленый огурцы болса вообще көп кетеді. Енді осылай тұрады. Мінекей біз енді перецін саламыз. Помидорды бірге салып жатсаңыз да болады. Кеттім помидорды, енді помидор салып жібереміз. Кішкене ғана. Ұсақ турасыздар, кішкене асын басып қойып. Кішкене су құйсаңыздар да болады. Енді чесногын салып жібереміз. Кішкене біздің үйде помидорды ұнатпайды, сол үшін мен салмаймын. Астын басып тоқтырамыз енді. Осылай майын құямыз да. Енді күрішін саламыз. Осылай күрішін салғаннан кейін кішкене қуырамыз. Сосын үстіне қайнап тұрған судан құямыз. Күрішіміз батып тұрады, мен тұз салдым. Енді астын жайға қоямыз да, бетін жабамыз. Күріш деген супер болып тұр ғой. Сіздерге көрініп тұр ма? Мінекей осындай болып шығады.